Так, бүгін бізді Паджеро автокөлігі келген. Колонкадан маяқ отыр. Шешіп алдық. Колонканы шешіп алып жудық. Осы санниктен қатты жүйіп тұр. Қалғандарынан макрит етіп тұр. Короче, түгел ауыстырамыз ғой. Барлық санниктерін жуып дайындап қойдық шашуға. Қазір шашып бастайын. Сол Паджероның еще верхний подача трубкасына осы жерден де жіберіп тұрған екен, трещин бар екен. Заодно оны да істеп жібереміз. Ана жерде сваркілік жұмыстары да бар екен. Рамада не тұратын жер бар ғой, колонка тұратын жер ұзын асынып кеткен. Соған істеп жіберу керек. Астарвард етіп, мына жерін дүзелеп, дұрыстап. Сосын клиент мынандай подушка келген, раздатканка деп. Бірақ мына подушка мына машинада жоқ. Мына старый выписка. Просто мына машинада коробканың нелері отырып кеткен. Подушкалар отырып кеткен. Соны ауыстыру керек. И втулкалар отырып кеткен. Тоже ауыстырып жіберу керек. Потом мосттың түгел жерінде маяқ тұр. И задний правый рычагтың екі салимблогын ауыстыру керек. Полный осы рядтағы. Үш салимблог екен. Ана жаққа тимейміз. Рычагтарны түсіріп алдық. Енді салимблоктан ауыстыратын боламыз. Қарасаңыз болады. Салимблокқа осындай артикулмен барады салимблок. Сосын ана раздатканың подушкасы деп айтып тұрған подушка. Вообще-то мына подушканы айтқан ғой. Передний редукторның передний подушкасы, сосын мына алдын жағы тоже жыртылып қалған. Тоже ауыстырып жіберу керек. Короче, мостын түсіріп істеу керек. Мост передний редуктор түсіріп алғанда осы шлангтарына мұқият қарап алу керек. Қайсы қай жақта тұрады. Оны ауыстырып алмау керек. Неге десе, неправильно жұмыс істеп бастайды. Мұқият қарап алу керек. Орындарына белгілеп барлығына орнына табу керек. Солай. Міне, мосты түсіріп алдық. Қазір мойкамен жуамыз мынаны. Магазиннен әзірлете әкеліп. Май кетіреді. Мынау да кетіп жатыр. Мынау да кетіп жатыр салимблок екеуі де. Сосын бізге моторның подушкаларын қара деп айтқан. Мына домкратпен көтеріп, подушкаларын тексердік. Жұлынбаған, жыртылмаған. Сәл трещин бар, бірақ ол деген кетеріне де санитардан градусын қарап алу керек. Мына рулой колонка тұратын жеріне сваркалап, міне сварка жасадық, қаттазайды. Енді краска шашайын деп жатырмық. Сөйтіп әдемі етіп жасадық. Мына рулой колонканың бір болты сынып тұрған екен, осында тұрған екен. Жұмып қалды, бір болт керек болады. Так, мына мосттың оң жағының несі? Салимблок ауыстырайын деп жатырмық мостке, оң жағы. Передний мостына салимблокі подушканың. Міне түгел салимблогын ауыстырып, мынаны да салимблогын ауыстырып, мосттың краска шашып қойдым. Қап-қара қылып. Мына коробканың подушкасын ауыстырадық. Екеуі салимблогын саламыз, өзін табылмақ бұл. Сосын передний карданның передний крестігін ауыстыру керек еді. Продавец басқаша крестігіне беріп жіберген.